Шарт тоқу үшін біз не істедік? Сызбаларымызды сызып алдық. Бәріміз қараңдаршы. Міне осындай сызбаны сызып, яғни бұл бізге не үшін керек? Өрнектерімізді дұрыс пайдалану үшін керек екен. Біз сызбаны санап отырып не қыламыз? Тоқимыз. Сонда біздің өрнегіміздің барлығы не қылады? Анық түседі екен. Ал енді балдар, біз жұмыс істеп жатқан кезде қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Оң қолымызбенен бізді ұстаймыз. Бұны кез келген жерге тастап кетуге болмайды. Үйде тоқып болғаннан кейін, үйде пайдаланамыз, тоқып болғаннан кейін бұны бір жерге қоюымыз керек. Себебі өзімізде басқа адамдар болады болса, ол не болады? Бір-біріне бір жерде тұрып алу керек. Мүмкін. Онан кейін өздерінде жұмыс үстінде, осы үйлерінде болсын, мектепте болсын, бұны аса құпия пайдалану керек екен. Бір-бірлерінің сабақ үстінде ойнап бүйтіп неғылуға болмайды. Содан кейін балдар бір-бірімізге сымды немесе крючокты беріп жатқан кезде қай жағына береміз? Былай ұстап беруіміз керек. Қауіпсіздік ережесін мұқият сақтауымыз керек екен. Енді балдар, сабақтың соңында өзімізге бір кері байланыс жасайықшы. Мынандай сұрақ бар. Тоқыма бұйымдарын немен тоқимыз? Сыммен және бізбен арқылы тоқимыз. Тоқыма бұйымдарына қандай жіптерді пайдаланамыз? Жұқа, қатты. Жұқа және қатты жіп. Неден жасалған жіптер? Мақтадан. Тағы. Мақтадан жүннен. Жүнді біз түрлі түсті бояуға бояймыз балдар, я? Сонымен қатар бізде синтетикалық жіптерді не аламыз? Тоқыма бұйымдарына пайдаланады екенбіз. Ал енді берілген тапсырманың бәрін үйде орындаймыз. Сызбамен есептеп отырып, өзіміздің тоқымаларымызды яғамыз аяқтап келеміз. Сабақ түсінікті болды ма? Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Өздеріңе қай жер ұнады? Не ұнады? Нені үйрендіңдер? Үйге арналған әртүрлі әшекейлер жасауға болады, өзіне жақындарыңызға жасап беруге болады. Бас киім, шарф тоқып беруге жақсы болады. Өзімізге арнайы бас киімменен мойнымызға салатын шарфты да тоқуымызға